Армысыз ағайын. Бүгін біз сол ұзақ өмір сүрудің әртүрлі тәсілдерін ары қарай жалғастыра берейік. Қалай, не істеуге болады ұзақ өмір сүру үшін, баянды өмір сүру үшін, дені сау болу үшін. Соның бір қыры ол тамақ іше білу мәдениеті, тамақ ішу мәдениеті. Күнделікті өмірде біз қалай тамақ ішеміз? Апыл-ғұпыл шайнап, бір-екі шайнаумен тек жұта береміз. Бұнда мақсат тамақ ішу емес, қарынды толтыру. Мысалға ет келеді, 5 бармақ, үлкен бір табақпен. Соны көбірек ішке тығып жіберу. Оның астында үлкен бір астары бар. Бұл әдеттің астары бар. Қандай? Ол жоқшылықтан қалған. Бұның астары жоқшылықтан қалған. Баяғы аштықтан қалған. Өткен ғасырдың басында революциялар болды. Ұлт-азаттық көтерілісі болды 16 жыл. Одан кейін қарақшылар келіп Ресейден 35 мыңдық корпус бүкіл қазақ халқын шауып, қаншама адамды қырғынға салды. Одан кейін революция болды, одан кейін азамат соғысы басталды. Одан кейін аштық басталды. Голощекиндер келіп, Мирзаяндар, Голощекиндер келіп. Репрессиялар болды, жұт болды. Сосын 30 жылдардағы репрессиялар екі бастан аштық. Одан кейін соғыс басталды, тағы аштық. Соғыстан кейін тағы біраз жыл аштық болды. Соның бәрі әбден неге қанға кіріп кетті, генға кіріп кетті. Ұлттың. Тек қана қазақтарға емес, ол Союздағы Ресей империясына кіретін халықтардың барлығына дерлік кірді ол. Енді оңтүстік жақтарда шалғын тамағы мол, егіндері бар. Оларға көп енді соншалықты білінбеді де, бізбен салыстырғанда бізде қазақта қатты білінді. Себебі қазақ тек мал арқылы өмір сүрді. Болды. Малдың етін жейді, сүтін ішеді. Терісі мен сүйегін қолданады. Басқа ешқандай қазақта осы соңғы 1-2 ғасырда әйтеуір. Бұрын мүмкін қалаларда тұрған шығар, бірақ соңғы ғасырларда қазақ көшпенді болды. Сондықтан тек малдың арқасында күн көрді. Маң, аңшылық әрі кетсе. Не болғанда да ет жейді, сүт ішеді. Болды. Малын тартып алсаң, қазақ аштан өледі. Сол болды. Малдың бәрін тартып алды. Жұттан қырылды. Содан халық аш болды. Көп аштықты көрді, көп қасірет көрді. Соның бәрі әбден генға кіріп кетті. Содан бері тамақ толтырып қою деген әдет шықты. Қай жерде болса да тамақ көп болу керек, мол болу керек. Жегенде де мол жеу керек. Әрбір мүмкіншілікті пайдалану керек жеуге. Тек кішкене қол, ауыз босады ма, тамақ жеу, тамақ ішу. Сонымен қатты әбден қалыптасып кетті. Және тек апыл-ғұпыл тезірек көбірек ішке тойып алды. Ертең одан кейін тамақ бола ма, болмай ма белгісіз. Сол әбден неге қалып қойған, миға кіріп кеткен, генға кіріп кеткен. Біздің жасуша, клеткалық деңгейде бәріне кіріп кеткен іші сыртымызға. Содан қазақ қалай болғанда тек тезірек тек тамақ тойып алу, алдында тамақ тұрма, тойып алу керек. Таң атқаннан кешке дейін тамақ ішуге дайын. Сол әдет, сол рефлекс болып кеткен. Соның кесірі қазір тиіп жатыр қатты. Содан біз әлі босай алмай жатырмыз. Содан тез-тез бір-екі шайнап тек жұта беремін. Бұл жерде ең бастысы тамақ ішу емес, астарын айтам тағы да. Тезірек қарынды толтырып алу. Бітпей тұрғанда. Одан кейін қазір не болатын белгісіз, сондықтан тез қазір толтырып алу керек тамақ. Қарынды. Тамақ тұр болып толтырып алу керек. Содан шыққан нәрсе.
Енді ол не береді? Ол әдет. Қандай зияны бар? Зияны көп. Сен осылай бір-екі шайнап тек жұтай бергеннен көбірек тыққыштап. Асқазан ол созылмалы нәрсе. Көп созылады, үлкен болып созылады. Негізі былай орташа ересек адамға 2 литр асқазан не сияды? Көлем, 2 литрлік көлем тамақ. Шындығында көбінікі 2 литрден көп созылып кеткен, анағұрлым көп созылып кеткен, көп адамдардікі. Сол күніне 3 рет, 4 рет, 5 рет тамақ ішеді қазіргі қазақ. Мен өзім жеке білем, бірталай отбасыларды күніне 5 рет тамақ ішеді. Шай ішу дейді негізі, бірақ шындығында ол шай ішу емес. Соның іші толып тұрады ғой тамаққа. Қонағың бар, оған қоса. Анауың бар, мынауың бар, біреу келеді, біреу шығады, соның бәрі тек шай. Ең бірінші тек шай қоюға жүгіреді, шайдың артынан тамақ та бәрі жүреді. Содан әбден тек таң атқаннан кешкен тек тамақ ішу. Енді зияндарын айтайық. Біріншіден өнемей сенің ағзаң өнемей ас қорытумен айналысқанда көп энергия кетеді. Біріншіден өмірлік энергия көп кетеді. Өте көп кетеді. Содан адамның өмірі қысқарады. Екіншіден сен басқа шаруаға жіберетін бір ойлану жұмыстарына, бір үйдегі сұрақтар шешу жұмыстарына жіберетін энергияң бәрі сон ана ас қорытуға кеткенде сен еріншек боласың өзі. Өйткені күш жоқ, күш жетпейді, элементарный күш жетпейді сенде. Шаруа істеуге, қимылдауға, ой ойлауға да энергия керек. Ой ойлау деген мысалы өсек айтуға энергия керек емес. Сондай бір көп. Бір жеңіл-желпі әңгіме айтуға, біреу не айтты, мынау сөйтті деген нәрселер, немесе бір киноны талқылау, бір сериалдар, оған энергия көп кетпейді. Оны мидың қорытуға. Сен қалай шаруа істеймін, қалай мынандай сұрақтарды шешемін дегенге энергия керек. Ой, оған ой, ондай ойларды ойлауға, бір сұрақтарды шешуге, бір мәселелер шешуге энергия керек. Сол энергия жетпейді, өйткені сен бәрі тамаққа кетіп жатыр энергияның бәрі. Сол еріншектіктің бір түбірі сонда жатыр астары. Және энергия, жалпы энергия, өзің өмірлік энергияң көп кетеді. Өмірің қысқарады содан. Үшіншіден, кесек-кесек болып түскен асқазанға ас, ол дұрыс қорытылмайды. Бет жағы қорытылады да, ар жағы қалып қояды, сол қалып қойған ішек қарында жүреді, айналып. Ол шірімейді де, өйткені ішек қарында андай асты шірітетін орта жоқ, сондықтан ол шірімей сол жерде жүре береді асқазанның, ішек қарнында. Ішек қарын адамның орташа 12 метр ұзындығы бар, сол 12 метр былай айналып қойған. Спираль сияқты. Сол 12 метрдің ішін толған, сол кесек-кесек ас. Біріншіден сен оны тасып жүрсің, ешқандай тегіннен денеңді ауырлады. Екіншіден ол дұрыс тамақты өткізбейді, қорытылған нәрселер, артық нәрселерді өткізіп, арттан шығатындай қылып дұрыс өте алмайды. Содан запор болады, анау болады, мынау болады. Тез шаршайсың, анаң бәрін тасуға, анаң бәрін ұстауға энергия керек тағы да. Оның бәрі сол сенің энергияң жалмауады, күнделікті энергияңды да, өмірлік энергияңды да. Содан сен күшіңде аз болады, тез бітеді, тез сарқыласың. Ойлауға білетін де нашарлайды, өмірің де қысқарады. Асқазанда түс жоқ, ол тек қышқылмен қорытады. Асқазанға түскен нәрсені қышқыл бөлінеді асқазанның жарынан. Солар ананың бәрін ертіп қорытады, бірақ кесек-кесек болып тұрған нәрсеге ол қиын, сондықтан ары қарай шығарып жібере береді. Қорытқанша қорытады да қалғаннан кейін шығар. Солар кесек-кесек болып, сол неңде жүреді, шегіңде. Ол шектегі нәрселер тезірек шығады негізі көбінде, егер бірақ ол үшін сен көп қозғалуың керек. Аяқты көтеруің керек, көп жүруің керек. Көбірек жүрсең, көбірек қозғалсаң, онда ол шек қарындағы итеретін нелер жұмыстар жақсы жүреді де, итеріп біразы шығады. Бәрі шықпайды әрине, бірақ біразы шығады дегенмен. Жата беретін адам энергиясы жоқ, күші жоқ, көп жататын, көп отыратын адамда ол шықпайды, солай қалыптаса береді, жинала береді. Сондықтан шешім қандай енді? Шешім асты асықпай шайнап жеу керек. Әбден шайнап. Санап керек емес, 40 рет деп, 50 рет деп. Анау әбден пасты болғанша шайна,
аузыңа бір қасық салдың ба тамақ немесе бір, соны шайна әбден шайна. Әбден пасты болып, сілекеймен әбден оратылып, кәдімгі сондай бір желе сияқты болып, сондай уже асқазанға уже дайын түседі. Сонда асқазан оны тез қорытады, біріншіден, екіншіден дым қалдырмай қорытады ғой, тамақ қалмайды деуге болады. Бәрін қорытып, бәрін жан-жаққа ағзаға бөледі, соның қалғаны сол бойда шығып кетеді. Сөйтіп ішкен тамақ, ол сонда сен күнде қанша рет тамақ ішсең, сонша рет дәретханаға барасың ғой, шындығында. Солай болу керек, негізінде, дұрысында. Сосын күніне бір, оны алдынан да айтып жатырмыз, күніне бір, әр кетсе 2 рет ішкен жақсы тамақты. Тіпті жақсы 1 рет ішкен. Тек қарын ашқанда ішкен жақсы немесе тамақты. Нағыз болмаса 16-да 8 деген схемамен ішкен жақсы. Оның ішіндегі 8 сағат, 16 сағат сен тамақ ішпейсің мүлде, тек су ішуге болады. Мына ішкен тамағың бәрі 8 сағаттың ішіне кіру керек. Мысалы, сен күндіз 12-де бастайсың ба тамақ ішуді, бірінші тамақ қабылдауын. Соңғысы кешкі 8-де. Сол осы 12-8 сағаттың ішінде сен тамақ ішесің. Одан басқа уақытта сен тамақ ішпеуің керек. Таңғы асты жіберіп қойың керек. Таңғы ас ішіп керек емес, мүмкіндігінше. Түске қарай жақындатып ішкен жақсы тамақ, бірінші тамағында. Мысалға 10-да бастасаң, онда 6-да бітіресің. Соңғы сен тамақ ішкенің 6-да. Бірақ қазақшылықта ол қиындау, себебі міндетті түрде кешке не саған біреулер келеді, не сен біреуге барасың. Күнде қонақ, бізде енді бітпейтін қонақ, сондықтан кешке болады көбінде. Кешке сен қонаққа барып, мен тамақ ішпеймін деп отыра алмайсың. Немесе біреу саған келсе, оның алдына тамақ қойып, өзің отыра алмайсың, мен тамақ ішпеймін деп. Сондықтан кешке қалдырған дұрыс шығар. Біздің қазақшылықты ескеріп, түстен бастап кешке дейін тамақ ішкен дұрыс болатын шығар. Мысалға керек болса 1-ден, 2-ден бастап, 2-де бастасаң, мысалы 10-ға дейін сен тамақ ішуің керек қой. Соңғы тамағың 10-да болады. Бірақ негізі көп кешікпеген жақсы, көп түнге қалдырмаған жақсы. Солай, сосын тамақ ішіп отырғанда телевизор қарау, немесе көп әңгіме айту мүмкіндігінше керек емес. Телевизор мүлде керек емес, әңгіме айтуды кішкене қысқартқан жақсы. Бірінші тамақ ішіп алып, сосын айтқан жақсы әңгіме. Себебі сен байқамайсың, отырып алып, опырып жей бересің, біріншіден шайнамайсың көп, екіншіден көп кетіп қалады. Ұзақ шайнағанның бірінші мәселесін айттық, ол әбден пасты болып түскенде оңай болып түседі асқазанға, оңай қорытылады. Ол бірінші жақсылығы. Екінші пайдасы ол сен әбден шайнап жегенде тамақты ішкенде уақыт көп кетеді. Асқазаннан миға мен тойдым деген хабар 20 минут жүреді. Адамдар апыл-ғұпыл тек 1-2 шайнап іше бергенде тамақты, ол 20 минуттың ішінде қарайған көлем кетіп қалады, килограммдап кетеді. Сен асықпай шайнап отырсаң, сен көп ішпейсің, бірақ тоясың. Кішкентай бір уыс тамаққа тоясың негізі. Құдай орташасы адам бір уыс тамаққа тойып алады. Сондай да несі бар, пайдасы бар. Сосын тамақ ішіп отқанда ештеңе ішпеген жақсы, сусын бар. Мүмкіндігінше тамақ ішіп ал, сосын бар бөлек іш. Негізі ең дұрысында 1-2 сағаттан кейін ішкен жақсы бөлек. Бірақ енді бізде шыдатпайды, сондықтан тамақ ішіп алып та ішесіз енді басында, бірақ енді аз-аздан. Онда да су ішкен жақсы ғой мүмкіндігінше. Су туралы біз басқа алдындағы әңгімелерде айттық, соны қолданып, сумен тамақ ішуіңді бітіруге сумен. Әрі кетсе шай жақсы, бірақ бас кезінде. Мүмкін көк шайға көшкен дұрыс болар, шайдың ішінде ең дұрысы көк шай. Немесе шөптерді ішу керек әртүрлі шөптер бар, содан не жасап, микс жасап, сонда ішу болады. Бірден бола қоймайды, біртіндеп үйретуге болады өзіңді, ағзаңды да, өзің миыңды да. Сөйтіп тамақ ішу мәдениетін сөйтіп өзгертуге болады. Оның бәрінің пайдасы беретін. Біріншіден сен тамақты азайтсаң, тамақ ішуді азайтсаң, ас қорытуға көп энергия кетпейді. Сол ас қорытуға кететін энергия сенің өмірлік энергияң кетіп жатқан, жалманып. Сондықтан оны сақтаған жақсы. Екіншіден күнделікті энергияң да кетеді, содан сен тез шаршайсың,
күшің жетпейді, күшің тез сарқылады, содан сен көп шаруалар қалып қояды. Қойшы ертең, қойшы деп сөйтіп еріншектік, содан сен диванда жатқыштық, отыра бергіштік, сол қалыптасады да, содан сен басқа мысалы пысық адам жүгіріп жүретін жерінде сен жата бересің, отыра бересің, аңқиып. Солында несі бар, зияны бар сондайда, басқаның бәрін қойғанда. Сондықтан оны айтатын несі көп мәселесі. Тамақ ішу мәдениетін түбегейлі өзгерту керек. Егер ұзақ өмір сүргің келеді десең, денім сау болғанын жақсы көремін десең, денім саулығы керек десең, онда энергияң сақталуы керек, көбеюі керек десең, онда сол тамақты азайту керек, және шайнап ішу керек тамақты. Күніне 1 рет ішсең, ең сол тиімді варианты нұсқасы сол. Күніне 1-ақ рет тамақ. Қалған уақытта су, шай, пәй бірдеңе іше салып, компот бірдеңе іше салып, 1-2 нан істей салсаң да бауырсақ, онда да андай бір ештеңе кетпейді. Немесе мына кешмейіш дейміз ғой біздер, мейіз дейді, кешмейіш дейміз бір жерлерде. Соны жаңғақ, өрік, сондайларды кепкен жеп жүруге болады. Бал жеуге болады, мысалы, 1 қасық бал салып жібер, аузына су іш, тағы сондай. Олар күшті энергия береді саған. 1-2 қасық жегеннен сен ондай көп оны қорытуға энергия кетпейді. Өте жақсы. Бірақ ол өзі сол жеген нәрселерін бағана айтқан, олар көп энергия береді. Күнделікті энергия жақсы береді. Соны сөйтіп өтуге болады. Сондықтан тамақ ішу мәдениетін өзгертіп-ақ сен бірталай сұрақтарды шешесің. Көп сұрақ шешіледі. Сондықтан әзірше осы тамақты ішу мәдениетін өзгерте бастаңыздар. Мен айтып отқаным бұл өмірімді өзгертсем дейтін, өмірімді ұзартсам дейтін, ұзақ өмір сүргім келеді, денім сау болғанын жақсы көремін дейтіндерге арнап айтып отқан әңгімелерім, бұл менің әңгімелерім бәрі. Бүгінгісі де сондай. Сондықтан іске сәт, кездескенше сау болыңыздар.